Биыл 30 маусымда мемлекет басшысы сақтандыру агенттерінің комиссиялық сыйақысының мөлшерін банктік қарыздармен немесе микрокредиттермен байланысты сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлық ақысы сомасының 10%-на дейін шектеуді көздейтін заңға қол қойды. Бүгінгі күні көптеген банктер мен микроқаржы ұйымдары сақтандыру агенттері ретінде әрекет ете отырып, қарыз беруді міндетті шарты ретінде сақтандыру шарттарын болуын қамтиды. Мұндай қызметтер үшін сақтандыру ұйымдары оларға 90%-ға дейінгі мөлшерде комиссиялық сыйақы төлейді. Заң арқылы ұсынылған жаңа ережелер тұтынушылардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз етеді және сақтандыруды ашық және қолжетімді етеді. Заң бойынша банктер сақтандыру талаптарын жүктемеуге тиіс. Сондай-ақ қарыз алушыны сақтандыру ұйымын таңдауға шектеуге құқығы жоқ. Бұл ерікті сақтандыру өнімі және оның талаптары тараптардың келісім бойынша сақтандыру шартында айқындалады. Сондықтан, кредитке байланысты сақтандыруды рәсімдеу кезінде тұтынушы оның талаптарын, оның ішінде сақтандыру сыйлық ақысы және агенттік сыйақының мөлшерін мұқият зерделеуге тиіс. Ұсынылған талаптармен келіспеген жағдайда қарыз алушы өз таңдауы бойынша басқа сақтандыру ұйымына жүгінуге құқылы.